Саламатсыздар ма? Бүгін мен бастаған ісін қалай аяғына дейін жеткізуге болады, сол туралы айтатын боламын. Көбінесе эмоционалды адамдар, олар бастаған ісін аяғына дейін жеткізе алмай отырады. Сосын артынан кейін өзін жегідей жейді, иә. Мен жалқаумын, менің қолымнан түк келмейді. Міне қанша рет бастадым, біреуін де аяғына дейін жеткізбедім деп өзін жеп, жаңағы есіктің бәрін жауып қояды да, мүмкіндіктің бәрін сөйтіп отырады жаңа адам. Ешқандай жаңа іс бастамай. Ал шын мәнінде бұл жақта құпия неде, адам өзіне демалуға рұқсат беру керек. Өйткені эмоционалды адамдар олар тез жалыққыш болады, тез шаршағыш болады кейде. Сол үшін сіз мысалы жүгіре бастадыңыз, иә, бүгін алдымен өзіңізге рұқсат бересіз. Яғни өзіңізбен келіссөз жүргізесіз. Мен бүгін жүгіремін, ертең жүгіремін, содан кейін 2 күн демаламын. Немесе мен бүгін жүгіремін, ертең демаламын деп. Ештеңе жоқ. Ең басты сіздің бастаған нәрсеңізді жалғастыру. Иә, акцент осыған қойыңыздар. Ал арасында демалуды беру ол сізді жалықтырмайды. Сіз жүгіре бастадыңыз, сіз жалықпайсыз, шаршамайсыз. Өзіңіз демалғыңыз келгенде демаласыз, қайттан бастаған кезде бастай саласыз. Сөйтіп сіз ұзақ уақыт бойы бір нәрсені жалғастыра аласыз. Немесе мен тыныс алуды бастадым, иә. Жаяу жүрген кезде мен тыныс алып, тынысты сыртқа шығарам, және сонымен қатар мен жаңағыда тынысты алып сыртқа шығарған кезде позитивті ой формаларын айтып отырам ішімнен. Яғни ішке тартқан кезде менде бәрі жақсы, бәрі керемет, бәрі ғажап. Сосын сыртқа шығарған кезде менде бәрі жақсы, бәрі керемет, бәрі ғажап. Бұл жерде айтып кету керек, не үшін жақсы бұндай жаттығулар, жаңағы тынысқа байланысты және жүруге байланысты. Қатар екеуін жасасаңыздар, ол әсіресе қобалжығыш, уайымшыл адамдар. Сол адамдарға өте пайдалы, эмоционалды адамдарға бір қалыпты болу үшін. Өйткені эмоционалды адам олар қатты қуанса шегінен шығып қатты қуанады, немесе қатты қайғырса шегінен шығып қатты қайғырады. Сол үшін тыныс алу ол өте жақсы жаттығу. Міне, және оны ары қарай жалғастырғыңыз келсе, иә, онда сіз сөйтіп өзіңізге демалуға рұқсат беріп отырасыз. Жаңадан сіз фитнес залға бара бастадыңыз. Жаңадан бастадыңыз, сіз бүгін барасыз, бір 30 минуттай, және көп уақыт керек жоқ. Бір зорығы, терлеп, тепшіп, жан тәніңмен берілудің қажеті жоқ. Әрине, ар жағында сізде күш қуатыңыз асып, тасып тұрмаса. Егер сіз байқап тұрсыз, иә, өзіңіздің күш қуатыңыз асып, тасып тұрмаған байқап тұрсыз, кішкене жасадыңыз, кішкене шаршадыңыз, қатты шаршаған жоқсыз, сөйтесіз, сол жерден қайта қоясыз. Яғни жаттығу жасасаңыз, жаттығу жасауды доғарасыз, немесе жүгірсеңіз, жүгіруді доғарасыз, немесе жаяу жүріп, жаңа тыныс алсаңыз, соны доғара саласыз. Сөйтесіз де өзіңізге 1 күн, 2 күн демалыс бересіз. Немесе мен дамымай қалдым, андай өзіне талапты өте көп қоятын адамдар болады. Бүгін мен бос өткіздің уақытты, қандай мен адаммын, қандай мен жақсы, енді қалай айтушы еді, жаңандай ештеңе жасамағандаймын, бүгін жалқаумын, бүгін еріншекпін деген сияқты адамға ой келсе, сізге сондай ой келсе, онда сіз пайдалы, соның орнына басқа шаруаны жасай аласыз, иә? Ол қандай шаруа? Ол мысалы жаңағындай көңілді музыка тыңдау. Иә, ол сізге жаңағындай күш қуат береді. Немесе қандай тағы да шаруа жасауға болады? Әрі сізге ұнайтын, әрі жалықтырмайтын, әрі шаршатпайтын. Музыка тыңдау, жақсы кино қарау, сонымен жақсы адаммен сөйлесу, немесе үйде көптен бері жасалынбай жүрген шаруаны жасау, иә, ол өзіңізге пайда, және үйде бірге тұрған адамдарыңызға ол да пайда. Міне сөйтіп өзіңізге табасыз. Сол жаңағындай жүгірмеген кезде, сіз жүгіре бастадыңыз мысалы, иә, 2 күн демаласыз, 2 күн демалған кезде сіз басқа шаруамен айналысуға болады. Сол шаруаны алдын ала ойластырып, дайындап қоясыз. Міне,
сөйтіп сіз ылғи бір шаруаны жасап отырғаннан кейін сіз өзіңізді жалқаумын, мен деген ештеңе жасамаймын деген сөзді айтуды қоясыз, егер өзіңізге өте талапшыл болсаңыз. Және өзіңізге демалуға рұқсат беріңіз. Иә, мен бүгін жүгірдім, 2 күн демаламын. 2 күн жүгірдім, 1 күн демаламын деген сияқты. Сөйтіп сіз өзіңізге рұқсат берсеңіз, сіз ұзақ уақыт жаңағы бастаған шаруаңызды жасайсыз біріншіден. Екіншіден, сол жасаған шаруаңыздың сіз нәтижесін көре бастайсыз. Мысалы, сіз қобалжығыш адамсыз, жаяу жүріп, жаңағыдай демалған кезде, тыныс алған кезде, сіз оны ұзақ уақыт жасадыңыз, 1 ай ма, 3 ай ма, сөйтіп сіз өзіңіздің уайымшылдығыңыздың, жаңағыдай қобалжуыңыздың, переживанияларыңыздың азайғанын байқайсыз. Сабырлы болғаныңызды байқайсыз, салмақты болғаныңызды байқайсыз. Міне, яғни ол сіздің жетістігіңіз. Ал ондай жетістікті сіз жеткеннен кейін сіз түсінесіз, менің қолымнан бір нәрсе келеді екен ғой деп, сіз өзіңізге тағы да мақсат қоясыз. Және сол мақсатқа сіз жету үшін өліп тірілмейсіз, қайттан өзіңізге демалуға, басқа шаруамен айналысуға рұқсат беріп отырасыз. Сонда сіз